Армағайын, эфирде жүрек сөзі хабары, оның жүргізушісі мен Ақкөңіл Боранбайқызы. Бүгін біз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші Айткүл Құдайбергенованың жүрек сөзін тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал Айткүл ханым, қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Қош көрдік. Денсаулығыңыз бәрі дұрыс па? Тәуба, Құдайға шүкір. Үнемі біз сізді өмірлік жолдасыңыз және өнерде де бірге жүрген сыңарыңыз Қанат ағамен бірге көреміз. Сұхбат берсеңіздер де, ән айтсаңыздар да, бүгін жеке өзіңіздің шығармашылығыңыз туралы жүрек сөзіңізбен әңгіме өрбітсек деп шештік. Жалпы бірінші рет өзіңіз сұхбат беріп отырсыз ба, ағасыз? Жоқ, жеке беремін, көп нелерде де. Бір арнайы сұрақтар болып қалады, сондай болады ондай. Жеке беріп көрдіңіз, осыған. Жалпы жеке дауысты ән айтасыз ба? Жеке дауысты ән айтамын. Негізі мен Ғарифолла халық әртісі, Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкіртімін ғой. Бірақ кейін сол Қанатпенен жаңағы дуэтті қалыптастырып кеттік. Сізді зерттеу барысында осы хабарды түсіретін кезде сіздің жеке дауысты ән айтқан неңізді көп таппадым. Аз екен. Және де көбіне ағамен айтыпсыз. Негізі жеке әудейді екенсіз, енді біздің көрермендерге ән айтып берсеңіз жеке дауыста, ол кісілер сіздің даусыңызды естісін, сағынып қалған болар. Көп болды ғой, өзіңізді көрмедік. Мен енді өзім ұстазым халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкіртімін жалпы. Біз 74-ші жылы түсіп, 77-ші жылы бітіргенбіз. Біз сол ең бұрынғы шәкірттер өздерінің өздерінен дәріс алғанбыз. Соны бір нақыл термес дегенді айтып берейін. Атасы жақсы қандайды, асқарда биік таудайды. Анасы жақсы қандайды, арайлап атқан таңдайды. Ағасы жақсы қандайды, асылса биігі жалғайды. Інісі жақсы қандайды, дұшпанға көзін салмайды. Әйелі жақсы қандайды, жарқырап жанғаны шамдайды. Баласы жақсы қандайды, көңілде арман қалмайды. Келіні жақсы қандайды, тындырып жайды жайғайды. Інісі жақсы қандайды, дұшпанға көзін салмайды. Әйелі жақсы қандайды, жарқырап жанған шамдайды. Баласы жақсы қандайды, көңілде арман қалмайды. Құдасы жақсы қандайды, шекермен шырын балдайды. Жиелі жақсы қандайды, үзілгеніңді жалғайды. Достары жақсы қандайды, сыртынан қамың бойлайды. Осы айтқандар сай болса, береке бенел ырыспақ, соңынан қалмай қуалап, сен қашсаң да қалмайды. Осы айтқандар болмаса, өрісі елдің жоқ болса, ішіңде сыртың сау. Күн ара жанжалы, күнде дау. Жігітті Бәрекелді, қандай керемет дауыс, керемет орындау. Жалпы ағамен орындағанда даусыңыз басқаша шығады. Ол жерде екінші дауыс ұстайсыз ғой? Екінші дауыс ұстаймын, оның кейін енді қазір мүлде басқа дауысты естіді. Енді бұл жерде толық даусымызбен айтамыз ғой. Ол жерде екінші дауыс болғандықтан, ол жерде айғайлаудың да керегі жоқ, менің де керегі жоқ. Бірақ жаңағы ол жерде көбінесе мына дауыстың үйлесімін күтіп отыру керек. Мен енді көбінесе сол Қанаттың даусына қарай жату керек те даусым. Мен көбінесе соған көңіл бөлем.
А дауыс ол өзі автоматты түрде шыға береді ғой. Екі дауыстың бір-біріне үйлесуі. Үйлесімі ғана керек бұл жерде. Жақсы. Жалпы қазіргі таңда шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар? Енді жалпы біздің шығармашылығымыз енді ол жылда ән репертуар қосу, жаңағы ақындарымызбен, жаңағы композиторларымызбен жаңағыдай байланысу, әндердің жаңағы мына қазір ағымға байланысты әртүрлі жағдайларда әндерді енді сараптаймыз. Негізі мынау есейгенде өзі мына 40-қа дейін бөлікті, 40-тан кейін бөлік таңдайды екенсің әндерді. Әнді неге қайтадан таңдайсыздар? Өйткені дауыс өзгере ма, ырғақ өзгере ма? Дауыс та өзгермейді, ырғақ та өзгермейді, тек адамның өзінің сезімі, әнге деген жүрегі, талғам өзгереді. Онан кейін бүткіл әндерді таңдағанда енді күнделікті өзіңнің тіршілігің, өмірің, жаңағы өміріңе сәйкес күнделікті оқиғалар бар, жылдан келе жатқан оқиғалар бар, өмірден түйгенің бар, тағдырлар бар, соған байланысты өзгере береді. Шығармашылық деп сұрап отқан себебім, Айткүл апай, сіздер соңғы кезде көрінбей кеттіңіздер. Халық сіздерді сағынды, сағынған көрермендер де бар. Енді жалпы неге көрінбей кеттіңіздер? Әлде ұсыныстар аз ба? Сұрап жатқаным ғой, әлде бір бейне баян түсіріп жатсыздар ма? Жоқ, керемет бір жаңағыдай шығармашылық кешке дайындалып жатсыздар ма? Жоқ, бізде былай ғой. Бізде шығармашылық еш уақытта тоқтаған жоқ. Ол тоқтамайды, шығармашылық тоқтамайды ғой ол. Ең бастысы денің сау болсын. Ал енді жаңағыдай мынау халыққа шығу мәселесі келгенде, ол жалпы бұрында шыға беретінбіз ғой енді. Сұраныс жоқ емес, сұраныс бар. Бірақ дегенің мына сіз нені көбінесе мына телевидениені айтып отырған шығарсыз. Телевидениеда өзі форматтары өзгерді де, енді жастардың несімен жаңағыдай көзқарастарымен, бірақ дегенің біздерде мынандай не жоқ. Біздің мына көрермендерге мына экранның жаңағы жеткісу, соны дәріптеуі тоқтап қалды деп айталам. Өйткені біз тоқтаған жоқпыз, біз шығарманы тоқтатылмаймыз. Өйткені тоқтатам десің де тоқтатылмайсың. Тек денсаулық берсін, иә. Өйткені ол дами беретін нәрсе. Бұл өнер деген менің өзімнің өмірімде біртіндеп ол жаңағы өсе беретін дүние. Ал тек соның өсе беретін дұрыстап қадағалап, шынында да мынау өсіп жатыр ма, мына жерім қалай, мысалы артқа қарай қарасаң, мынау ана жер анандай екен ғой деп қайтадан суырып алып, оны қайтадан жаңалау, мысалы. Сондай нәрселер ол қызық қой енді. Шығармашылық бітпейтін дүние. Бітпейтін дүние. Тек қана насихат жасаушылар, жаңағы солардың талғамы, журналистер менен жаңағы жүргізушілердің солардың талғамына байланысты шығамыз да біз негізі солай. Енді мен ойлаймын, ол дұрыс, иә, бірақ біздің ұлттық нақышқа кішкене көңіл бөлінбей жатқандықтан деп ойлаймын. Ол ешқандай даже шақырудың болмай қалуы да содан, мысалы. Негізі мен шығармашылық туралы сұрағанда мынаны білгім келген. Пандемиядан кейін өздеріңіз білесіздер, көп уақытқа дейін есімізді жидық, ананы мынаны деп жүрдік. Жалпы 45 жылдықтарыңыз өтті сіздердің, өткен жылы ұмытпасам. Шығармашылық кеш береміз депсіздер, пандемиядан шыққаннан кейін 45 жылдығымызды атап өтеміз депсіздер. Қазір уже міне 46 жыл сіздерге болады, иә? Шығармашылық кешке, 47 жыл. Шығармашылық кешке дайындалып жатсыздар ма, әлде өтіп кетті ме? Жоқ, шығармашылық кешке дайындалып жатырмыз негізі. Осы жылы жоспарда бар ма? Жоқ. Осы жылы жоспарда жоқ, бірақ былай концерттер толып жатыр. Жаңағы жеке өзіміздің Құдайбергеновтердің концерттер толып жатыр. Өйткені жаңа репертуарлар, соның бәрін жаңағы әбден оны не қылу керек аға. Пысықтау керек, жетілдіру керек, сол пысықтау мақсатында. Ал енді ары қарай шығармашылық кешті біз енді ойлап отырмыз, сол мына юбилейге байланысты жасаймыз ба деп соны пландап отырмыз. 50 жылдық қой енді бізде алтын той болады. 3 жылдан кейін ол да келеді. Ол 3 жылда, екінші жыл, үшінші жыл уже өткізе аламыз біз. Соның өзінде де мына 1-2 жылдың өзі оңай емес, оның арасындағы концерттердің өзі толып жатыр. Жаққа бару, жаққа бару. Қазіргі таңда сол еліміздегі өңірлерді аралап кеш бересіз. Концерттер, кештер бере береміз біз. Бірақ жаңағы аттағы байдар таппаған деген мәселе. Содан кейін шама келгенше жаңағы сол республика сарайы ғой бәріміздің бір беретін.
Бұрындар жылда беретінбіз. Қазір қаржылыққа байланысты кішкене ақсақтап тұр. Ақсаңдап, кішкене қаржының бір жағынан былай, енді бұрынғыдай өткізіп берем дегенде адамдар бар, олай да өткізіп беруі мүмкін. Бірақ бәрінің өзінің бір мәнісі бар. Дегенмен де көп қаражатты талап етеді, иә? Әрине. Жеке концерт беру. Әрине. Қазіргі таңда немен айналысасыз? Жұмысыңыз қайда? Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармониясындамыз. Жаңағы пенсионерлеріміз, бірақ жұмыс жасап еңбек етіп жатырмыз, Құдайға шүкір. Кезінде Алматы облысы екіге бөлінген кезде өздеріңізді және біраз адамды жұмыстан шығарғанын білеміз, иә? Сіздерді зейнет жасындасыздар деп бөлінбей тұрғанда, иә, бөлінетіннің алды ғой сол. Шығарып жіберді ме, жоқ әлде өз еріктеріңізбен кеттіңіздер ме? Мысалы, біреуді сенікі дұрыс емес, сенікі бұрыс деп айта алмаймын. Өйткені негізі жалпы шығармашылықта біз дегенің жаңағы ат сияқты нағыз бабына келіп шауып тұрған шағымыз ғой. Енді осы уақытта енді сіздер барыңыздар деген айтудың өзі бізге ауыр. Екіншіден шығармашылықты не қылмайсың, қимайсың, ұжымды қимайсың, е? Осындай бір жаңағы не пайда болады. Бірақ бізге қолымызға халықтың арасында жүргеннен кейін жұмыс та бар, Құдайға шүкір, е? Бәрі табылады. Қанша оқушы оқытам десең де, қанша артист дайындайым десең де, қанша адамдармен де шығам десең де, Құдайға шүкір, енді тәуба осы жасташы. Бірақ біздегі мақсат жаңағы өзіміздің ұжымымызда жаңағы келе жатырмыз ғой. Сол кездегі бір жаңағы ең бірінші былай айтқанда, енді бір жарамсыз деген сияқты әңгімеге келетін. Шығарып жегенде осылай арыз жазасыздар, осындай бізді жаңағыдай немеуші еді. Өз еріктеріңмен кетесіздер деген сияқты. Иә, өз еріктеріңменен осылай шығасыздар, жалғыз сіздер емес, жаңағы деп 14-15 пенсионерлерді шығарды жұмыстан. Бірақ бұл жерде тағы бір мәселе тұр, иә? Ол 15 пенсионерлердің ол жерден шыққанда ол бір кереметтей бір не жоқ, бір пайда келіп тұрған жоқ, шығып кеткеннен, зияннан басқа. Ал негізі ұжымның алдында алдыңғы не тұру керек, буын тұру керек. Неге? Ол кейінгі буынға жаңағы не беріп тұрады, дем беріп тұрады. Сондықтан соны ойлау керек еді басшылар біріншіден. Ал бізге, мысалы, шығармашылықтың жағы нағыз бабында тұрмыз да, біз жаңағы концерттерімізді жасай беруіміз керек. Егер білікті маман болатын болса, өнерді түсінетін, тіпті өнерді түсінбей-ақ қойсын. Өйткені шығармашылықты, қазағымыздың өнерін, салт дәстүрін, жаңағы өзіміздің ұлттық нақыштарымызды, сахналық тәрбиені, сахна мәдениеті, сахнада тұрған сөйлеу, кіріп шығу, осындай бүткіл мәдениеттердің бәрін жіпке тізгенде білетін адам, онда бізді осы мына жаңадан келген жастарға кішкене үлгі болып араласып жұмыс жасасын деп ойлау керек. Өйткені филармонияда арнайы мұғалімдер жоқ қой, мысалы. Келді жастар, сахнаға шығып жүре береді. Бірақ оның ішінде жаңағы нелер болу керек қой, алдында. Ұстаз сияқты болып жүреміз да. Сол кездер білеміз, біраз адам жұмыстан кетті, ренжігендері де болды, қуанғандары да болды. Енді шығармашыл адамдар сезімтал келеді, нәзік келеді дейміз ғой. Сол кезде сол оқиға сіздің денсаулығыңызға, өміріңізге әсер етті ме? Енді жалпы былай ғой, біз эмоцияның адамымыз, е? Мен өзімнің жаңағы ол бастан ата-анамнан алған тәрбием бар. Өмірдің қай ағымына да міндетті түрде дайын тұру керек. Сондықтан адам барлық өмірдегі барлық жағдайға дайын болу керек. Жақсыға да, жаманға да. Жаман болған кезде жерге жатып қалмау керек, жақсы болғанда асып кетпеу керек. Осы тәрбиені алғам, енді Алла тағала барлық пенделер солай не қылатын шығар. Бірақ соның ішінде былай өнер адамдары көбінесе әлсіздеу келеді. Қандай уақыт болмаса дайын тұрамын. Кім қасымда біреу әлсіреп бара жатса, соны көтеріп алуға дайынмын да. Мен өзіме қарамаймын. Тіпті сезбеймін де. Жаңағыны сездіруге өзімді
алыс ұстап Иә, тастап жібермейсіз, әр нәрсенің қайыры бар деп білесіз ғой енді. бітті, қайырын берсін деймін, болды, өзімді өзім алға қойып қоямын, болды. Құдайбергеновтер әулетін осы өнерге баулып жүрген, тәрбиелеп отқан бірден бір адам, ана, сіз отбасыңызда 4 бала, 4-еуі де сіздердің жолдарыңызды қуды, өнерге жақын, иә. Соны кезінде мысалы жігіттер, мен қазақпын деп аты дүркіреп шыққан Ерболат Құдайбергенов бүкіл ел таниды. Ол кісі қазір қайда, балаңыз? Ол үйде сол музыкасымен айналысып та жүре береді. Бұрынғыдай гастрольге жаңағыдай. Біз өзіміз гастрольге семьялық шығармашылық концерт болса кетеді бізбен бірге. Соны анда-санда тойға барады. Мен айтам, сен дегенің әндерің күшті, бірыңғай тойға ән жазсаң, сен дегенің күніне бәленбай ақша табатын адамсың, сен де той әндерін жазсаң. Осы Алматыда жүр, Иә, Алматыда ғой енді үйде. Сосын деп айтам ғой, сөйтсем айтады ғой, сол той әндерді жазып уақыт өткізгім келмейді дейді ғой. Енді трек көп онда. Әлі де сол жазып шығармашылықпен айналысады. Бірақ енді жаңағы төлем ақысын беретін жер болсын барады, бермейтін жер болсын бармайды. Шаршап кетті бір жағынан. Өйткені көп болды, өзімізде көрмей кеттік. Жаңа әндермен көрінбей кетті, бейнеклип. Бейнеклип әлі жасаған жоқ. Өзі ең көбі сонда Ерболат өзі жылына 1-2 бейнеклип жасай беріпті ғой. Бейнеклиптер өте көп. Бірақ оның ана көрсетіп жатқандары бар, көрсетпей жатқандары бар. Сондай ғой негізі. Яғни қазіргі таңда осы салада, өнер саласында жүр. Өнер саласында жүр, өзімізбен бірге концертке шығады, болды. Өзі мына әулетті Құдайбергеновтердің өздерінің бір қанды бар. Сахнаға шықты, көрермен өзінікі бітті. Ол өзі сондай. Қызда да, ұлда да бәрінде бар. Тек менде ғана жоқ. Мен сахнаға шығам, бірден қалыпты, бірақ алып алмаймын. Ол бір, екіншіден жаңағы айтып жатқан репертуарларым бар ғой, өзім мысалы бір әнді айтатын болсам, мен ол әнді әбден пісіріп, атқа мініп ап, шауып, ештеңеге қарамай жүгіріп кететіндей жағдайға келмейінше сахнаға шығарғым келмейді. Өзімнің нем сондай да. Ал жаңағы мынау Құдайбергеновтерге қанатқа болсын, қызына болсын, бәріне. Міне қазір үйретсең, тіпті қазір шалапыл айтып тұрса да, сахнаға шықса болды, оларда шала дегенде жоқ, не дегенде жоқ, бір өздерінде ерекше бір техника бар да бұларда. Неден келген, қаннан келген. Сіздің де өз тыңдармандарыңыз бар негізі, жақсы көретін. Сондай да олардікі бірден алып кете береді. Мысалы, тіпті шала жаттаған өлең болса да, шала әнді мысалы бір күннің ішінде ала салып шығып кете беретін. Мысалы, мен өзім бір күннің ішінде жаттай салып сразу алып шығып кете алмаймын. Өйткені бірінші ол ән маған қону керек та. Жауапкершілік басым сізде. Сондай ғой деймін, білмеймін. Әйтеуір ол ән бірінші маған қону керек, ол қонғаннан кейін барып сізге бүйтіп әдемілеп айтуым керек. Менің нем сол. Ал бұл кісілер олай емес, қазір үйренсе бітті. Әйтеуір сахнаға шығып кеткенде бітті, болды, зритель соныкі. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстанымыңызды атып қалсақ. Енді менің бірінші ұстаным адалдық, оның кейін сол денсаулыққа қарау. Адалдық деген сөз ол барлық жан-жақтың шығармашылыққа да, жұбайыңа да, балаға да, отбасына, барлық достарыңа да, туыстарыңа да, барлығына. Адал болу. Адалдық деген ол өзі бір қиын да, неде нәрсе. Бір жағынан адалдықтың жақсы нәрсесі өзің бойыңда не тұр, соның менен жүре бересің да, ең жақсысы. Жасандылық. Мен өзім жасандылық жасай алмаймын. Сондықтан маған жасандылық жасап бір емес дегеннен гөрі жаңағы өзімнің нем бойынша жүре бергенім жақсы. Ол ең жеңіл, әрі көңілді, әрі өзімнің бір қайнап жатқан өмірім, адалдық деген мен үшін бір тууда. Яғни өзіңізді басып келе жатқан жастарға да осылай үнемі жауапкершілікте болыңыз, адалдық болу керек деп айтасыз. Адалдық бұл ең бірінші не. Өйткені мысалы біз Қанат екеуміз домбыраны әнді бастаған кезде, енді мен жеке дара айтып жүрдім. Ол кезде дуэт болған жоқ, ең басында. Оның кейін біз дуэтті қолға алдық. Ол да жаңағы бір қажеттіліктен туған нәрсе ғой. Какко ансамблінде жүргенде бізде немістер болды ансамблімізде, орыстар болды. Жаңа бізде целый ансамбль ғой, енді 15 адам. Соның 7-8-і жаңа гитарист, барабанщик бәрі болды ғой. Олардың бәрі әртүрлі ұлттардан.
Ең алғашқы осы жұппен ән салуды ең алғаш болып сіздер алып келдіңіздер ғой негізі. Ондағы себебіміз, жаңа айтып отырмын ғой, біз гастроліміз өте қиын болды. Айлап кетеміз, 2 айлап кетеміз. Сол кездерде жаңағы қонақ үй болмаған жерлердің бәрінде, қуыс-қуыстың бәріне барамыз ғой енді. Сонда біздерде үйдегі бөліп әкетеді. Үйдегі бөліп әкеткеннен кейін домбыраң қолыңда тұрған адамға бәрі ән сұрайды. Ән айтпай кете алмайсың. Ол енді халық сусындағысы келеді ғой. Сол кездерде біз ән айтып жүрген кезде Қанат екеуміз студент кезіміздегі әндерді 2 дауысқа салып айта салатынбыз. Домбырамен ол күй тартады, мен ән айтам. Тағы да жетпей жатса екеуміз қосылып сол әнді айтып жүретінбіз. Бір күні желбір шекен деген әнмен. Сонымен бірге қалғанын айттық, иә. Бірақ көрермен өте қатты қабылдады. Бір басқаша қабылдады да. Енді осы өнерде жүрген қыз балаларға әсіресе қиын деп айтып жатады ғой осы өнер жолын. Дегенмен де сіз 50 жылға жуық уақыт отағасымен, Қанат ағамен бірге келе жатсыз. Енді сіз үшін қатты қиын деп мен айта алмаймын. Өйткені аға сізді қасыңызда үнемі қолдап жүреді, демеп жүреді. Дегенмен де қандай да бір өкінішіңіз бар ма? Әттеген-ай мына жерін биткенде былай болатын еді, немесе мына жерін өткенде осындай болатын бе еді деген сияқты өкініштер. Ең үлкен өкініштеріңіз. Енді қалай айтсам екен, былай қарасам, бір сондай бір кереметте бір өкініш ондай ештеңке жоқ. Бірақ осы нені жасаған кезде мынаны бірге алып жүру керек еді деген ғана қалды. Мысалы өнерде мен өзімнің жеке басымда, мысалы жеке өзімнің репертуарларым көп қой тоже. 200-ден аса жеке домбырамен айтқан термелер, халық әндері толып жатыр. Бірақ соларды жаңғыртпай қалып қойыппын, бірақ ұмытқан жоқпын. Бір тойларда, нелерде бәрін айта бересің. Бірақ анадай үлкен профессионал сахнада анда-мында ғана айтыппын. Өзі бір уақыттарда айтады екен, бір уақытта айтпайды екен. Көп уақыттарда жарайды, қош, мына немене программа көп болып кетті, қысқартып тастайды екен өзімді. Сондайлар бар екен да. Әттеген-ай сонда қатар алып жүргенде ой деген сияқты өкініштер болады. Соны бекер істеппін деп ойлаймын. Әлі де кеш емес қой? Жоқ, бірақ өкінбеймін оған. Өкініп таған жоқпын, Құдайға шүкір ғой енді. Дегенмен де жаңағы бір өзімнен бір нелер бар да, бір қызық дүниелер бар өзімнің жеке жаңағы әннен, жаңағы бір өзімде бір шығатын дүниелер бар. Өзімнен де соны шығармай қалдым деп қана өкінем болды. Мына болады ғой енді мына. Бірақ өкініш деген ол қатты өкініш нәрсе емес. Ол сен жай ғана бір әттеген-ай, 70-ге келесің, 80-ге келсең де оның бәрі шыға беретін дүние ғой ол. Сонда мен ойламаппын, сол Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерін айтпай қалғанда, соның орнына өзімнің әндерімді айтып жүре беруім керек еді тіпті деп те сондай бір не болып қалған. Дегенмен де кішігірім өкініштер бар. Егінде өкінішсіз адам болмайды әрине. Айткүл апай, бізде хабар соңында күшті керемет сауалымыз бар. Жүрек сөзіңізбен бөліссеңіз, біздің көрермендерге жүрегіңіз не дейді? Менің жалпы жүрегім көп нәрседе негізінде шығармашылықта болсын, қай жағында болсын, отбасында болсын тыныш. Тек мына осы балалардың болашағына ғана алаңдай. Олардың болашағы бәрі өнерде ғой. Түгір бәрі өзім сияқты. Енді өзім адам былай екен ғой, өзің бәрін көріп қолыңмен жасап шыққаннан кейін, енді мына балаң қалай болады деп ойлайсың. Өйткені біреу жанып тұр, біреу енді ашылайын деп жатыр. Мысалы сондай ғой. Солардың жаңағы несі бүйтіп неғып кетпесе деп ойлаймын. Бірақ сенемін оларға сенемін. Сонда менің тек жаңағы жүрегімнің тынышсыздығы балалардың жаңағы ұрпақтардың келешегі кішкене. Болашағын алаңдайсыз. Басқа не өмірде бізде негізгі мағынамыз ұрпақ. Сосын сол ұрпағым қалай кетіп бара жатыр сол. Бәрекелді. Кез келген ананың арманы, жүрек сөзі осы деп ойлаймын. Ал енді жалпы күйеуіммен тұрған, Қанатпен тұрған өмірімді өзім дұрыс болыпты деп ойлаймын. Себебі мен Қанатқа тұрмысқа шыққаннан бастап оның бүткіл шығармашылығына ғана көңіл бөліппін. Өзі жалпы өз шығармашылығыма емес, тек Қанаттың шығармашылығына мән беріппін. Өйткені тұрмысқа шыққан кезде де Қанаттың күй тартқан үшін қызығып, сол үшін жақсы болған. Аққу күйіне ғашық болдым дедіңіз ғой. Соны Қанат айтады ғой, сен дегенің мені жақсы көрмейсің. Бұрындар айтатын бір
не шалқып жүрген кезінде айтамын, сен мені жақсы көрмейсің, өмірін жақсы көріп, сен менің күйімді ғана жақсы көресің деп ренжитін. Мен айтамын, ол күй дегеннің өзі сол ғой, сен ақыл тарттың, мен гәкку болдым. Сөйтіп екеуміз әзіл айтамыз. Жалпы мен жастарға айтарым, мына ерлі-зайыптыларға, жұбай әншілерге айтарым. Енді қазір Құдайға шүкір, жаңа жұбай әншілердің басы болып отырмыз ғой енді. Халық бізге риза, біз оларға риза, солай шапқылап жүре бердік. Енді ол дуэтіміз күшейіп, қалайда жаңғырып. Мен бір жағынан ойлаймын, жаңа жеке өзінің шығармашылығына мән бермегеннің бір себебі осы дуэттің жаңғыруына, осының жаңағы жақсы болуына жаңағы үлкен әсерін тигізді. Қанаттың жаңағы менде жоқ бүткіл қасиеттері бар ғой. Сол қасиеттер қалайда шығу керек халықтың алдына деп ойладым. Өзімді ойламадым. Жақсы нәрсені ойлаймын да, өзімді ойламай кетемін мен. Егер жақсы нәрсені көрсем, өзімді тастап қоямын. Сол жақсы нәрсені жаңағы алға келіп, соны көрген кезде соған қуанамын. Менің өзі жалпы ұстанымым сол бір жағынан. Сөйтіп жүріп, Қанаттың жаңағы барлық жастарға да айтарым сол ғой. Жұбайыңның, мысалы өнердегі жұбайыңның, ол әйел ме, ер адам ба, мысалы күйеу ме, әйел ме, бұл жерде айырмашылық жоқ. Әйтеуір өкініш жоқ қой, ол кісінің көлеңкесінде қалып қалдым деген, иә? Жоқ, ондай өкініш жасамау керек. Ондай өкініш жасасаң, онда болмайды. Адам, мен ойлаймын, онда бір адам не ала алмайды. Өзіңе бір жақсы дүниені ала алмайсың. Мен Қанаттың жаңағы шығармашылығының жаңағы жақсылық жағын көтеруге атсалысқаным, мен тек қана соны ғана ойлап, сонымен ғана сөйтіп жүргенім, бір жағынан біздің осылай қостасып келе жатқанымыздың бір несі сол деп ойлаймын. Көрермен, ән деген ол адамды емдейтін нәрсе ғой жалпы. Жақсы, Айткүл апай, тығыз уақытыңыздан бізге осындай уақыт тауып, біздің жүрек сөзінің көрермендеріне сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Шығармашылық табыстар тілеймін. Әлі де осындай әндеріңіз көбейе берсін. Рахмет сізге. Рахмет өздеріңе де. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Қымбатты көрермендер, біз өздеріңізбен келесі жексенбіге дейін қоштасамыз, амандықта жүздесейік. Құдайбергенова Айткүл Кәкімқызы 1957 жылы 29 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Айнабұлақ ауылында дүниеге келген. 1975 жылы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк өнер колледжіне оқуға түседі. 1977 жылы оқуды үздік бітіріп, Мәдениет министрлігінің жолдамасымен Қарағанды облыстық филармониясының жанындағы Гәкку жастар эстрадалық ансамблінде жұмыс істейді. Ал 1983 жылы мемлекеттік гүлдер ансамбліне шақырылады. Бірнеше республикалық және халықаралық фестивальдардың жүлдегері. 1988 жылдан бастап Алматы облыстық филармониясында отбасылық ансамбль құрып еңбек етіп келеді. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі.